Менің есімім Ботагөз. Әжем марқұм көзің ботадай болсын деп қойдым дейтін. 7 жасқа толғанша әжемнің ботасы болдым. Одан кейін әжем ана дүниеге кеткелі бұл әлемде жалғыз қалғандаймын. Ес білгелі әжемнің ерекше немересі болдым. Сондықтан болар әке-шешемнің маған көп көңіл бөлгенін, әжем секілді еркелеткенін қаладым. Бірақ үйде менен де басқа балалар бар. Әке-шешем жұмысбасты адамдар. Тамағымыз тоқ, көйлегіміз көк. Үйдің үлкені болғандықтан бауырларыма бас-көз болуды анам маған тапсырды. Өзім де ол кездері баламын ғой. Олармен бірдеге ойнап, енді бірде ұйықтап қалып кішкентай інім басын ұрып алды. Ұрып алған жері көгеріп шыға келді. Кешке жұмыстан келген анамнан таяқты мен жедім. Өйткені бауырларыма дұрыс қарамағаным үшін. Сол күннен бастап өте кекшіл бола бастадым. 7 жасымнан бастап анам барлық жауапкершілікті мойныма іле бастады. Үйді де таза ұстауымды, балаларға мұқият қарауымды шегелеп тұрып тапсыратын анам менің ерте есеюіме себепкер болды. Әкеміз кешке қарай шаршап келіп жата қалады. Анам тек кішкентайын ғана еркелетіп, біздерді еркелетпейді. Мерекеде әжемнің қыздары келіп мені құшақтап, әжесінің қызы дегенде өксігімді баса алмай жылап алғаным бар. Әжемді қатты сағынған едім. Неге анам мені еркелетпейді, ең болмаса жарайсың қызым деп мақтаса болар еді. Үнемі бауырларымды бағып, үйді таза ұстасам да ешқандай да жылы сөз естімей, тек анамның ұрысын естіп өстім. Сөйтсем, мен әкемнің бірінші әйелінен туған қыз екенмін. Анам марқұм мені туа сала родзалда демі үзілген екен. Шақалақ анасыз қалған мені әжем байғұс адам қатарына қосты. Кейіннен әкем екіншісі рет үйленіп апа деп атап жүрген анам өгей шеше екен. Бұл шындықты мектеп бітіріп оқуға түсе алмай ақылы оқуға түсемін деп қиғылық салғанда білдім. Мектепті жақсы оқыдым деп айта алмаймын, десе де тырысып оқығандай болдым. Үйді тазалап, өгей анама ұнау үшін анамнан жылы сөз естуге, өгей анамнан үшін барлық тірлікті жасап қоятынмын. Мектеп бітіріп грантқа оқуға тапсырғанымда түсе алмадым. Сыныптастарым оқуға түсіп, ақылға тапсырып жатқанда мен қалай үйде отырамын, онсыз да үйдің тірлігінен жалықтым. Шағын кентте тұрамыз. Әке-шешемнің мені оқытуына жағдайлары жетеді. Оқуға тапсырған құжатым өтпей қалғанын үйдегі сым телефонмен звондап айтқанда жылап жібердім. Әке-шешем кешке келгенде оқуға түсе алмағанымды жылап тұрып айтып едім. Әкем, жылама қызым, платныйға түсіремін деп еді, анам қаһарын шашты. Әй албасты, қай ақшаңа оқытасың? Осы күнге дейін үнімді шығармай бағып келдім. Жетер енді, байына тиіп кетсең керек десе байы оқытсын. Немене сенің бұдан басқа балаларың жоқ па деп айқайлай үйді басына көтерді. Апа, мен енді де ғана мектеп бітірдім. Қайдағы байды айтып тұрсыз? Мені оқимын деп көздерім жасқа толды. Әкем мені құшақтап, ол қатын айта береді, жылама, өзім оқуға түсіремін деп жұбатып жатыр. Өгей анам болса ашуға булығып, ол қызды егер оқысаң балаларды алып ажырасамын. Енді сенің қызыңды бағатын ойым жоқ, маған рахмет айтсын, осы күнге жеткізген деп жегіп жіберді. Анамның бұл сөзін түсіне алмай таң қалдым. Әкемнің мінезі нағыз ер ғой. Басқа еркек болса әйелін соққыға жығар еді. Өгей анама, не істесең де өзің біл, сен айтты екен деп қызымды үйде жылатып қоймаймын. Барлық балаларымды бірдей жақсы көремін. Сосын асырап бақтым деп артық кетпе. Осы үйді асырап отырған менмін. Осы уақытқа дейін үндемей келдім. Айлығыңның жартысын отбасыңа емес төркініңе бергеніңді білмейді деп жүрмісің, ал бар кет көрейін төркінінде қанша сені асырай алар екен деп ұрысты. Осы уақытқа дейін әкем өгей анама еш уақытта бұлай ұрыспақ түгілі аузын ашпаған. Анам үнсіз киімдерін жиып 4 баласын алып төркінге тайып тұрды. Мен бәріне кінәлі болып қалғандаймын. Әкем сабырмен туған анамның қайтыс болғанын айтты. Портмейінде өте ескі анам екеуінің фотосын көрсетті. Мен анама аумай қалған екенмін. Әкем жұмысынан 5 күнге ақысыз күн алып, ең алдымен әжем мен анамның басына барып, Құран бағыштап қайттық. Әжемнің басына барғанда еріксіз жылап алдым. Ал анамның басында барғанда ешқандай сезім болмады. Өйткені анамның не жүзін, не құшағын сезіп көрмегендіктен болар. Ертеңіне үлкен қалаға әкем екеуміз барып, ақылы оқуға тапсырдық. Жатақханаға дейін әкем сөйлесіп, дайындап қайтты. Менің қуанышымда шек жоқ, бірақ өгей анамның істеген қылығы есіме түссе, көңілім түсіп кетеді.
Онан қалды бауырларымды әлден сағынып жатырмын. Бәрін өзім өсірдім ғой. Әкем екеуміз үлкен қалада әкемнің әскерде досы болған кісінің үйіне 3 күн қонақ болдық. Өзі сөзшең кісі екен. Bir қарағанда әйелі де жақсы жан сияқты. Жалғыз ұлы ғана бар екен. Есімі Жеңіс. Екеуміз құрдаспыз. Тек туған айларымызда ғана айырмашылық болмаса. Ең қызығы, Жеңіс те мен оқитын университетке тапсырған екен. Факультетіміз бөлек. Ертеңіне әкем Жеңісті ертіп алып универге құжат тапсыруға келдік. Анам адам деген өте көп. Кезектің өзін күту әйтеуір ұрыс-керіс. Одан соң жатақхананың жыры. Әйтеуір солай 3 күніміз өтті. Сол 3 күнде Жеңіспен тез араласып кеттім. Әкесі сияқты сөзшең екен. Өз қаламызға қайтатын күні әкемнің досы сөз арасында: "Досым, менде ұл бар, сенде қыз бар. Екеуміздің достығымыз 1000 жылдыққа жалғасса иә. Бірақ қазіргі жастар өз қалауларымен жүреді ғой. Баяғыда біздер тек үлкендердің қалауымен отбасы құрып едік." Жымиған кейіппен әңгіменің басқа арнаға бұрып жіберді. Бұл сөзге әкем де: "Я, қазіргі жастар өздері біледі, заман солардікі." Арғы қарай ештеңе айтпады.